Адам баласы бұл жалғанда көп нәрсені армандайды. Бірақ бәрі бір Алланың қолында. Адамның айтқаны бола бере ме? Алла нәсіп етпесе. Осы қартайған шалдың арманы қандай болады екен? Бесінші парызын өтей алмай қартайған адамның қандай арманы болады ғой дейсің? Шешең екеуміздің күтіп жүргенімізді білесің. Жасымыз болса мынау. Сен деген бірді берген шүкіршілік Құдай. Сіз маған уәде беріңіз. Жаратушы еміз адамға тәубесіне келтіру үшін сынақ жібереді. Не болып қалды? Сондықтан ұрпақ бермегені Құдайға шүкір, шүкір Құдайға.